Қазақтар Димаш Құдайберген деген алаяқ әнші бар ғой, вот соны соттау керек, короче, тоже Димаш Құдайбергенді 30 жылға соттау керек. Себебі Димаш Құдайберген қаңтарда халыққа оқ атуға бұйрық берген Тоқаев деген типа бір президент бар емес па? Соның қол аяғын сүйіп жүр. Парижге өткен жылы барып өлең айтты ғой. Макронмен жаңағы Тоқаевтың алдында, Тоқаевтың аяғын сүйіп, табанын жалап, қолын сүйіп, бетін сүйіп, көтін сүйіп, қылмыскер адам өлтірушінің. Соның алдында өлең айтты, мысалы үшін Димаш Құдайберген дегенше. Вот Димаш Құдайберген соттау керек 30 жылға. Оның бір тиын пайдасы жоқ халыққа. Сосын бар Геннадий Головкин, Triple G, ол да сотталсын. 20 жылға сотталсын Triple G. Ол да алаяқ. Одан кейін Шавкат Рахманов деген сияқты ол да сотталу керек. Ол да алаяқтар, оның барлығын соттау керек түрмеге. Себебі халықты алдап жүр олардың бәрі. Оларға сенуге болмайды. Аша сенбеңдер оларға. Одан кейін Алла қаласы Қазақстанда бейбіт шеру болады. Соған дайындалайық. Бейбіт түрде өткізейік. Бейбіт революция болады Қазақстанда, иншаллах. Сол үшін Қазақстанды Жапония сияқты дамытамыз. Сол кезде біз еліміздің дамыған экономикасымен мақтанатын боламыз да. Қазір Қазақстанның мақтанатын дымы жоқ әлемге. Дыммен мақтана алмайсың, ештеңе жоқ. Бір машина шығара алмаймыз, бір робот шығара алмаймыз, бір телефон шығара алмаймыз, бір компьютер ойлап таба алмаймыз. Мақтанатынымыз жаңағы KG-дің төбесі тесік еще. Домбырамен мақтанады. Домбыра әлемде 200 мемлекетте домбыра бар. KG ол жаңалық емес, оның төбесі тесік еще. Төбесінен су ағады, қар жауады. Болмайды, короче, үшін. Сол үшін ағайындар, мен айтарым, Қазақстанға мықты, жақсы, түпкілікті революция керек. Бейбіт революция, бейбіт шеру керек. Жақсы дамыған демократиялық парламенттік республика құрайық Қазақстанда, иншаллах. Қазақстанда Оңтүстік Корея сияқты, Жапония сияқты дамыған мемлекетке айналдырайықшы, иншаллах. Қазақстан.